Баршаңа қайырлы күн. Сендермен байланыста Fastmoney Forex. Біздің күнделік саудаға қош келдіңдер. Ал енді кірісейік. Так. Өзімізге керекті валютная параны іздеп жатырмыз. Байқап тұрғандарындай экранда бізде жоғары қарай кеткен қозғалыс бар. Осы қозғалыстың ровно ортасынан төмен қарай біз түстік. Яғни осы зонаны, осы диапазонды біз уравновесить еттік. Осы жерден енді біз жоғары қарай кетуіміз керек деп мен ойлаймын. Нарықта бізде имбалансқа келді. Ол бір нарықтағы біздің брейкер блокқа келді. Деп айтпай ақ қояйын, енді келмепті. Ну, хорошо. Бұлай көрсете салайын сіздерге. Міне соңғы жоғары қарай кеткен сеше перед падением. Осы брейкерге келді. Байқап тұрғандарындай. И осы диапазондардан бізде жоғары реакция болу керек. Сондықтан да өзім сделкамды 1%-ға деп, жоғары қарай деп 1 минут қашатын болам. Давайте жақсылап тұрсыз көрсетейін. Біздің диапазонымыз, біздің имбалансымыз, біздің брейкер блокымыз. Мінекей. Осы диапазоннан бізде жоғары реакция болу керек. Хотя бы нарықтағы имбалансқа шейін, или мынаяқтағы ликвидностьқа шейін. Имбалансқа қарай келе жатырмыз қазір. Байқап тұрғандарындай. И прогноз бізде ойдағыдай болды. Депозитіміздің бір ғана пайызымен бір ғана сделка аштық. Сонда өздерің байқап тұрғандай бір ғана сделкадан бізде қазір общий $1100 шығады екен. Ал біз осы $1100 сонда дәл қазір $532 таза пайда таптық. Ол бізде 260-270 мың теңгедей болады. $532 теңге. Өздерің көріп тұрғандай даже $292 екен. Доллар қымбаттаған екен ғой, есіме шығып кетті. Но все же өте тамаша результат. Жалғастырайық. LBP USD валютная парасы бізде нарықтағы ордербуктың сонасынан жоғары реакция алып жатыр. Бізде закреп болып жабылды, цельді орындадық. Так, цельді орындаған екен, бізде наяқта ликвидность бар. Бұл бізде имбаланстың зонасындағы ликвидностьіміз RP. Так, пока бізде жаңа свеча шықты. Нарықтағы ордербукқа қайтаран келдік. Давайте бір жоғары сделка ашып көрейік. Біздің целіміз нарықтағы ордербуктан жоғары реакция алып, нарықтағы біздің RP-ге қарай келу. Имбаланстың зонасында орналасқан reset point-қа келу. Заодно нарықтағы біздің равные хайды, который бізде цена қалдырып кеткен ликвидностьті шешу. Осы біздің целіміз. Пока что тереңірек тест болып отыр қазір ордербукта. И байқап тұрғандарында бізде сделкамыз тағы да уверенно плюске шықты. И қазір біздің целімізге жақындап қалды. И уже бұны қараңдар, бізде целімізді орындап жатырмыз, шешіп жатырмыз. Көрдіңдер ғой? Қандай нақтылық, қандай точность. Вот. Бізде екі сделка ашылды. $537 наяқта $532. Өздерің көріп тұрғанда, сонда біз екі ақ сделкадан $1600 бірдеңе доллар таптық. Профильді көріп тексеріп жібере салайық. Ашқан сделкаларымызды. Мінекей байқап тұрғандарындай менде бүкіл осы уақытқа дейін ашқан сделкалардың барлығын көріп тұрсыңдар. 985 сделка ашылған, 66% сделкаларым плюске шыққан, оборотын көріп тұрсыңдар. И осы уақытқа дейін тапқан таза пайдамды көріп тұрсыңдар. Нарықта бізде бір сделка, пока статистика обновление болған жоқ. Сондықтан да көреміз.
Пока күтейік. Негізі депозиттің 1% мен 2 сделканың өзі жақсы результат. Бір видеоның өзінде $1000 табу 1069 ба доллар шықты примерно бізде ше. Оның өзі негізі жақсы результат біз үшін. Өйткені $1060 ол примерно теңгемен 590 беді 570 беді қанша еді? Так, мына бір сделка емес, бізде 2 сделка деп шығу керек, соны күтейік до конца. Өздерің байқап тұрғандай, сауданың ешқандай қиындығы жоқ. Егерде сендер дұрыс білім алып, сол білімдеріңді практикада қолданып, сәл дамитын болсаңдар, сендер де осылай трейдинг саласында кез келген уақытта, күнделікті или өздерің қалаған уақытта табыстарыңды тауып, шығарып отыра аласыңдар. Мен қазір ақшамды жинап жатырмын, сондықтан да қазір шығарып жатқан жоқпын пока что. Менде нақты цель бар, сол жерге дейін мен жинаймын. Өздерің көріп тұрғандай $1069, $1069.72 бізде таза пайда табылды бүгінгі видеода. И бізде қазір 6 минуттың ішінде сонда біз тауып тастадық бұл ақшаны. Давайте онда сразу шығарып ала салайық. В принципе, но все же бірақ хорошо, шығарып алсақ 1069 центіне шейін қанша цент таптық, соған $1070 шығарып алсақ, онда давайте финансы вывод средств. Өйткені біз тағы да содаға кіреміз. Бүгінгі сессияда тапқанымыз сразу шығарып алайық. $1070. И ол бізде шоттан шешіліп алынады, и уже бізде торговля просто 2 сделкаға кірген сияқты боламыз да, короче. Все, заявка кетті. $1070-ға нарықтағы мен шығарған ақшаларым барлығын көріп тұрсыңдар. Целая 3 страница, барлығы шыққан, өздерің көріп тұрғандай. Вот бізде қазір сонда 7 минуттың ішінде $1070 бірінші кезекті таптық, және де оны успешно шығарып алдық. Саудаға тағы да кіретін боламыз. Бүгінгі саудамыздың видеосы аяқталды. Бірге қатысқандарға саудаға рахмет. Баршаларыңа командаға қосылуды ұмытпаңдар. Сендермен бірге болған Fast Money Forex. Тағы да жүздесеміз. Сау болыңдар.